Әкімдіктер мен ірі сауда орындары секілді ынталандыру шараларын ел университеттерде қолға алды. Вирусқа қарсы екпені салдырғандарға оқу орындары жылдық білім ақысын біршама жеңілдетіп береді. Оған қоса тегін тіл курстары мен Қазақстанда саяхаттауға жағдай жасамақ. Бұған дейін бұл бастаманы елдегі 6 университеттің қолдағаны хабарланған еді. Міне бүгін олар нақты нендей көмек боларын жариялады. Ол тізім әріптесім Нұржан Сәдірбайдың қолында. Білім министрлігінің студенттерді екпе салдыруға ынталандыру бастамасын елорданың оң жағалауындағы белгілі бір университетте қолдаған 20 мың студент пен 3 мыңға жуық білім беруші маманы бар орда басшылығы шілде мен тамыз аралығында екпе алғандарға мынадай жағдай жасамақ. Елді жерлеріне, көрікті жерлеріне, рухани жерлеріне, тарихи ескерткіштерге, саяхаттарға жолдама берілетін болады. Сондай-ақ бұл акция бізде тамыз айында да өз жалғасын табады. Соның ішінде біз студенттерге тегін ағылшын тілі курсын оқытуды жоспарлап отырмыз. Оқу ордасында білім алатындар жазғы демалыста университет маңын тек түлектер мен талапкерлер жағалап жүр. Болашақ студенттерден вакциналау жайын сұрадық, ойлары мынадай. Жеңілдіктерге қарағанда бір жағынан жақсы енді, но бір жағынан қалай айтсам болады. Бесплатный сыр, только мышеловка дейді ғой. Тегін жерде нан жоқ деген сияқты ғой. Бірақ енді мәжбүрлеп жатса, бағынуға болады. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Конечно, можно сказать. Әрине, вакцина салдырып оқудан жеңілдік алуға болады. Жаспыз ғой, денсаулық көтерер. Бірақ бұйырып жатса, тегін елді аралап қайтар едім. Астаналық әріптестерін Қызылордадағы университетте қостаған Қорқыт Ата атындағы білім ұясы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығын себеп етіп, 30-30-дан жеңілдіктер ұсынған. 30 ойындары ұйымдастырылып жатыр. Білім алушылар үшін 30 жолдама Нұр-Сұлтан қаласына тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында берілетін болады. Сонымен қатар жазғы тынығу лагеріне 30 жолдама білім алушыларға дайындалып отыр. Қызметкерлер мен білім алушыларға университеттің Сейхун сауықтыру спорт кешенінде арнайы фитнес залына 30-30-дан жолдамалар дайындалып отыр. Әкімдіктер мен ірі сауда орындары ұялы телефонмен көлік ойнатқаннан кейін білім министрлігі де құр қарап қалмақ емес, бірақ жоғарыда атаған ұйымдар арнайы билет арқылы ұтысты ойнатса, университеттер қалай жеңімпазды анықтайтыны белгісіз, мұны шенеуніктер де білмейді. Белгілі бір механизмдері, оның ережелері, оны университет өзі қарастырады. Оны біз қазір басқа университет үшін мен жауап бере алмаймын. Нұржан Сәдірбай, Азамат Қази, Бас жаңалықтар.